Бұл жасанды интеллектпен кез келген браузерде жұмыс жасауға болады. Яндекс болсын, Google Chrome болсын. Яғни іздеу жолағына Perplexity деп жазып аласыздар. Одан кейін сіздерге дәл осындай Perplexity жайлы ақпараттар шығады. Дәл осы бірінші тұрған Perplexity AI деген сайтқа кіреміз. Бұл сайтқа кіргеннен кейін өзіңізге ыңғайлы тілге ауыстырып алуыңыз қажет болады. Яғни өзіңіз жұмыс істеуге ыңғайлы тілге ауыстырасыз. Қазақша болса қазақша, орысша болса орысша. Бұл сайттың құрылымы мен интерфейсімен сіздерді таныстырып өтсем, яғни сол жаққа қарасаңыздар, сол жаққа апталы главное деп тұр, яғни осы ең бастапқы бет. Одан кейін исследовать деп тұр, оны бассаңыздар, әртүрлі тақырыптарды сіздер осы жерден іздеуге болады. Библиотека дегеніміз, ол өзіңіз соңғы іздеген ақпараттарыңыз шығатын болады. Енді бастапқы бетке қарасаңыздар, где начинается знание деп тұр, осы жерге сіз өзіңізге қажетті ақпаратты, іздейтін ақпаратыңызды жазасыз. Төмен қарасаңыздар, профессиональный деп тұр, бұны таңдасаңыздар, сізде 5-ақ мүмкіндік болады. 5 рет қана профессиональный түрде кәсіптік тұрғыда өзіңізге ақпаратыңызды 5-ақ рет ала аласыз. Яғни одан да көп алғыңыз келсе, яғни ақылы болып табылады. Енді біз мына жерге өзімізге қажетті ақпаратты жазайық. Ақпаратты тауып беруін сұрайтын болайық. Бұл жасанды интеллекттен мен 3D модельдеу дегеніміз не деген сұрақты қоятын боламын. 3D модельдеу дегеніміз не деген сұрақты қойдым. Енді әрі қарай мына көк бағыттауышты басамыз. Бұл жасанды интеллектке 3D модельдеу дегеніміз не деген ақпарат тауып беруін сұраған болатынмын. Енді қарасаңыздар, бізде төменге источники деп тұр, яғни ақпарат көздері. Бұл ақпарат қай жерден алынды, яғни сол жайында мына жерде ақпарат. Документ болса документ, сайт болса сайт, PowerPoint болса PowerPoint, барлығы көрініп тұр. Қарасаңыздар, енді документті бассаңыздар, сізге документ ретінде бұл сайт осы жерге сізге ақпараттың көзін әкеліп беретін болады Word түрінде. Сайт болса сайтқа кіресіздер тікелей, болмаса PowerPoint болса PowerPoint. Мінекей қарасаңыздар. Одан кейін төменгі жақта ответ деп тұр, яғни жауап. 3D модельдеу дегеніміз көптеген ақпараттарын бізге бұл жасанды интеллект тауып берді. Одан кейін оң жаққа, жоғары жақты қарасаңыздар, поиск изображения, поиск видео генерирует изображение деп тұр, яғни бұл про нұсқасында. Поиск изображениеді бассаңыздар, сізге 3D модельдеу жайлы, болмаса өзіңіздің іздеген ақпараттарыңыз жайлы көптеген суреттер тауып беретін болады. Неке қарасаңыздар, 3D модельдеуге қатысты суреттер. Поиск видеоны бассаңыздар, мысалы сіздерге видеоларды тауып беретін болады. Смотретті бассаңыздар, сол видеоны көретін боласыздар. Яғни өзіміз іздемей, осы жерден суреттерін де, видеоларын да тауып алсақ болады. Енді әрі қарай өзіңіздің ақпаратыңызды толықтыру үшін, мысалға, осы тақырыпқа сай тест сұрақтары деп жазып көрейік. Осы тақырыпқа сай тест сұрақтары деп жаздым. Енді қараңыздар, маған дәл осындай тест сұрақтарын құрастырып берді. Бұны да дәл сондай источники деп тұр. Осы жерден қай жерден бізде тест сұрақтарын алды, сол жайында кішкене мағлұматтар төбеде көрініп тұратын болады. Дидактикалық ойындар сұрап көрейік. Үшті модельдеу тақырыбына дидактикалық ойын сұрадым. Дидактикалық ойындар маған бұл жасанды интеллект қалай өткізуге болады, қандай ойындар өткізуге болатынын бәрін жасақтап берді. Похожие деген осыған ұқсас тақырыптар бар. Төменде осыған қарау арқылы өзіңіздің қосымша ақпараттарыңызды толықтыра берсеңіз болады.
сізге сабақ жоспарында дайындап бере алады. Бұл жасанды интеллект онда 3D модельдеу дегеніміз не тақырыбына сабақ жоспарын сұрап көрейік. Көріп отырсаңыздар, 3D модельдеуге бізге қатысты сабақ жоспарын дайындап берді. 10 сыныпқа арналған сабақ жоспары бізге дайындалып берілді. Бұл жасанды интеллекттің мүмкіндігі көп, өздеріңіз көріп отырғандай, яғни ақпараттарыңызды тез әрі сапалы алуға мүмкіндік береді. Бұл жасанды интеллект пайдалану арқылы сіз өз әріптестеріңізден ерекшелене аласыз деген сенімдемін.